жақының да барады жат бауыр боп. Өмір арба, уақыт дөңгелегі. Аман есен жылжуы ең керегі. Сыйластықпен өтетін аз ғұмырда болдырмасын көңілдің көгденені. Адамдарды азғырып бара жатыр сылдырымен сиқырлық теңгедегі. Қалай, қандай жазаға тарту керек? Құлқынның құлы болған пенделерді. Жақының да барады жат бауыр боп. Не сонда ондайлардың көздегені, а? Кейбіреу жылпостығын іске қосып, тіктелуін ойлайды өз беделі. Мейірім деген нәрсе тоналуда, онысыз жаның қалай емделеді. Мына заман көбейтті есерлермен ақсақалсып тұратын кеуделерді. Кешірмесін кешегі есінде жоқ, көрдің бүгін жылты жоқ делбелерді. Жүрек суып адамдық тұрлауда тұр, оны ойласам сананы шер көмеді. Азстанды адамдағы кінәрат бұл, қаралап тұрғаным жоқ ел кемені. Міне бұлар шындықтар шырқыраған, керек бізге ар оттың сөнбегені. Досым саған сыр болды мұңыралас, жат көріп кетпе бір күн сенде мені. Шын айтам. Ардақ Тоқтарханұлы көкеміздің осы өлеңі негізінен жалпы шындық айтылған керемет өлең. Ал сіздерге ұнаса, біздің парақшамызға тіркеліп, лүпіл басып, сосын пікір бөлімінде пікірлеріңізді қалдырып жатасыздар. Сәлеммен Аршын, мен сіздерді қатты жақсы көремін достар.